Сәлеметсіздер ме? Біз бүгінгі сабақта ультрадыбыс датчигін қолданып, кедергілерді анықтайтын бағдарлама жазамыз. Роботта кедергілерді анықтау үшін ультрадыбыс датчигін алдына орналастырдым және кедергілердің түсіне қарай ажырататын болсақ, түс датчигінде кірістіріп қойдым. Ультрадыбыс датчигін қолданып, кедергілерді анықтайтын бағдарлама жазайық. Ол үшін бізге Bluetooth-ымызды қосып алайық. Bluetooth-ымыз қосылды. Моторларымыз көрінді. Бізде ультрадыбыс датчигі D портына жалғанған және түс датчигі S портына жалғанған. Бірінші бізге A және V моторларын іске қосамыз. Жүретін моторды және жүру жылдамдығын орнатамыз. Жүру жылдамдығы бізде 30% береміз. Және роботымыз кедергілерді көргенше бір орында айналып тұру керек. Начать движение вправо деп 100-ге береміз. Вправо 100. Қашан кедергілерді көргенше, қандай да бір қашықтықта роботымыз бір орында оңға қарай айналып тұра береді. Егер кедергілерді көретін болса, онда ждать до. Бізде кедергілер ультрадыбыс датчигі көреді. Кедергілерді ультрадыбыс датчигі бізде D. Егер 30 сантиметр деңгейінде көрсе, онда робот тоқтап, алдыға қарай жүру керек. Тоқтап, алдыға қарай жүреді. Начать движение. Кедергіге барған кезде ультрадыбыс датчигі 5 сантиметр қалған кезде, кедергіге 5 сантиметр қалған кезде робот тоқтау керек. Және бізде роботымызда түс датчигін қолданып, кедергілерді итеріп тастауымызға болады, немесе кедергіні көрген кезде кейін қарай жылжуымызға, оборот жасауымызға болады. Ол үшін бізге шарт құру керек болады. Егер онда әйтпесе, егер біздің түс датчигіміз ақ коробканы көретін болса, онда ол бір оборот алдыға итеру керек. Бір оборот алдыға итеру керек. Әйтпесе, яғни ақ коробка емес басқа түсті коробкалар көрсе, онда кейін қарай бір оборот жүру керек. Бір оборот жүру керек. Енді программамызды роботымызға жүктейміз. Енді роботымыздың бағдарламаны орындалу алгоритмін көрейік.